Менің бұл видеомды өшіріп тастауым мүмкін, себебі мен адамдардың көзін ашайын деп жатырмын. Негізінде мына айналамыздағы әлем чемпионаты, ережесі жекпе-жектер, тағы да футбол ойыншылары, бокс, неше түрлі, мынау әлемдегі болып жатқан кей-поп болатын болсын, Голливуд, бұның барлығы иллюзия, яғни қойылымдар ғана. Енді бұның барлығы не үшін, не үшін? Себебі адамдарды алысқа қарай ойландырмас үшін. Бізге алдағы болашақта өміріміздің кім болатыны қызықты емес, бізге әлем чемпионатында Месси мен Рональдоның бірге ойнағаны қарсыласып бізге қызық. Бізге өзіміздің болашағымызға құйып жатқан инвестицияларымыз қызық емес, бізге ана Макгрегор мен Хабибтің арасындағы жекпе-жектер қызық. Көрдіңдер ма? Қалай біздің санамызды байлап қойған? Әрине, бұл видеомды менің көбісі түсіне бермейді. Бұл видеомды менің ақылы, зерек, осы болашаққа шынайы ұмтылыспен қарайтын адамдар онда бірден түсінетін болады. Жалпы менің не айтқым келіп тұрғанымды егер де тереңірек білгілерің келсе, 20 ғасырда жазылған Джордж Оруэллдің Скотный двор, яғни Малқора кітабын оқып көрсеңдер болады. Аты енді күлкілі болуы мүмкін, бірақ ол жердегі берілетін саясатты көріп, мен расымен де өте көп ойға кеттім. Өзіме инсайттарды енді басымды жаратындай өте мықты инсайттар алдым. Жалпы мына әлемдегі болып жатқан TikTok, Instagram болсын, барлық көп нәрселер энергиямызды алады, біздің, самооценкамызды түсіреді. Неге екенін білесіңдер ме? Себебі энергиясы жоқ адамдарды басқару өте оңай. Оларға манипуляция қолданудың қажеті жоқ. Осындай нәрселер бар, бұның барлығы енді айтыла бермейді. Айтылса да осы мен сияқты айтылғандардың видеолары өшіріледі, халыққа дұрыс таратылмайды. Себебі бұл нәрселерді халық білмегені дұрыс негізінде деп айтады енді. Сол себептен сендерге айтарым, ондай нәрселерге көп қызықпаңдар, өздеріңнің болашақтарыңды ойлаңдар, болашақтарыңа өздеріңе былай жатқан кезде көп азық жинаңдар. Алдағы уақытта дәл осы видеоны көріп болғаннан кейін өзгерсеңдер, маған рахмет айтатын боласыңдар. Ендеше келесі видеода кездескенше, ендеше мына видеоны өшіріп тастамай тұрып, барынша таратып, достарыңмен таратып, көп адамның білуіне атсалысыңдар.